Мен Амангелді атындағы орта мектебінің 6-шы сынып оқушысы Серік Айжан Әбубәкір қызымын. Хан Тәңірдің мұзбалағы Мұқағали Мақатаев. Арманым тірі көзге. Баяғы бала кезімде әкем бе әлде өзім бе, әкелік аппақ күшікті ашпаған әлі көзінде. Өсірдім көңілім қалдырмай, мойнына қарғыс салдырмай. Әжуаз аппақ күшігім ақ тазы болды қаншырдай. Әжуа мысқыл әзілмен қайтейін онда ұятты, ойнаймын аппақ тазыммен, ұялас күшік сияқты. Қар жауды міне алғашқы, ақ тазым менің қар басты. Үлкендер түлкі ұстатып берем деп, үлкендерге жармасты. Біріне дағы бермеген, қайсар еді ғой мен деген. Берем ғой деген әжемнің тіліне дағы көрмеген, көрмей-ақ кетсін көрмеген. Сол жылы қыста ақпанда, күн батып бара жатқанда, ойынға мені шақырып, ақ мысын ақпанда. Шынданба деді жел өтпен. Үйге қайт, енді кешкірді. Сол сәтте бірде кенеттен мылтықтың даусы естілді. Ақ тазы мені қақ етті дағы жалп етті. Миыма менің қан тепті, көзімнің жарқ етті. Ақ тазы менің қан тепті. Сонау бір бала кезімнен жауыздық барын сезінген. Мың төгіп алғаш көзімнен жауыздық барын сезінген. Мың төгіп алғаш көзімнен